Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қарапайым нандар жасайтын боламыз, және де бізге 2-3 қана зат қажет болады. Ең алдымен ұнымызға кішкене ашытқымызды салып, араластырып, тұзды салқын суымызды құйып, қамыр илеп алатын боламыз. Неге осылай? Одан кейін кішкене мөлшерде сұйық майымызды құйып, ретке келтіріп алатын боламыз. Одан кейін ашытуға жібереміз. Міне біздің қамырымыз ашыды, жақсы көтеріліпті. Ендігі кезекте қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп, бөлік-бөліктерге бөліп алатын боламыз. Міне. Одан кейін бетін жауып кішкене тындырамыз. Не тынды, енді бармақтарымызбен кішкене басып шығамыз. Қалғандарында бармақтарымызбен басып шығамыз. Одан кейін тікештің көмегімен тағы да басып алып, тындыруға жібереміз. Міне біздің қамырларымыз тынды. Жұмыртқаңыз болса, жұмыртқаңызды жағып аламыз. Одан кейін қызып тұрған табамызда 150 градуста 10 минут пісіріп алатын боламыз. Міне біздің қарапайым нандарымыз дайын. Небәрі 2-3 қана заттан дайын болады. Осылай қызарып піседі. Сіздерге сәттілік тілеймін, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын!